Түлкі, аю және қойшы. Ертегі. Бір қойшы қой бағып жүрсе, бір түлкіні бір аю қуып келеді екен. Түлкі бір тамға кіреді. Аю да тамға кірем дегенде, тар тесігіне кеудесі сыйып, бөксесі сыймай қалады. Ал түлкі болса, басқа бір тесігінен жылт етіп шығып, айналып, есікке жақындайды. Есіктен не әрі, не бері шыға алмай, ілініп жатқан аюды түлкі әжуалап, күліп кетеді. Оны қойшы көріп тұрады. Аю әрең дегенде қайта шығып, жайды бақылап тұрған қойшыны көреді. Қойшыға жақындап келіп, аю: қойшы, сен не көрдің?» деп ақырады. Қойшы қорқып кетіп: «Ойбай, мен ештеңе көрген жоқпын» деп жауап береді. Аю: «Жарайды, көргеніңді айтсаң, өлесің» дейді де кетіп қалады. Қойшы қойларын айдап ауылына қайтады. Ауылына келген соң, кездескен адамның бәріне көргенін айтып береді. Ауылдағы бала-шаға оқиғаны өлең қылып күліп жүреді. Осы өсекті естіген аю ыза болып қойшыны іздейді. Қой бағып жүрген қойшыны тауып алады. «Ештеңе көрмедім, ешкімге айтпаймын деген уәдең қайда? Енді сөзіңде тұрмағаның үшін мен сені жеймін» деп ақырады. Қойшы жалынып: «Маған 3 күн рұқсат бер, үй ішіммен, ағайын туысыммен қоштасайын» деп сұрайды. Аю: «Жарайды, 3 күнге рұқсат берем» деп кетіп қалады. Қойшы қоштаса бастайды. Қойшы 2 күн үй ішімен қоштасып, уәделескен күніне 1 күн қалғанда далада істеген ісіне өкініп, жылап отырады. Осы кезде қасына түлкі келеді. Түлкі болып, түлкі: «Қойшым, неге жылап отырсың?» деп сұрайды. Сонда қойшы: «Сенің кесіріңнен енді өлетін болдым» дейді. Сонда түлкі: «Үндеме, мен саған көмектесейін, аюдан құтылудың амалын табайын. Ал сен маған ақылыма не бересің?» дейді. Қойшы қуанып кетіп: «Ойбай, не қаласаң, соны берейін» дейді. Түлкі: «Егер мен сені аюдан құтқарсам, сен маған өзіңнің бір бүйрегіңді бересің бе?» дейді. Қойшы қатты сасып, қипақтап, қиналып, бірақ басқа амалы болмаған соң, «Мейлі, берейін» деп келісе кетеді. Сонда түлкі қойшыға: «Ауылыңа барып демал. Ертең уәделескен жерге кел де аюды күт. Аю келгенде анау жерде шаңды бұрқыратып мен жүрейін. Аю сұрар: анау неткен шаң дер. Сонда сен, ол қанның баласы, әйелі аюдың жүрегіне жерік болып соны іздеп жүр» деп айт. Аю қорққаннан қашып кетеді дейді. Екеуі уәделесіп 2 жаққа тарасады. Келесі күні қойшы уәделескен жеріне келеді. Осы кезде басы салбырап қойшы келе жатады. Аю да келеді. Екеуі кездесе бергенде аю алыстан бұрқырап шығып жатқан шаңды көреді. «Қойшым-ау, анау бұрқыраған не шаң?» деп сұрайды. Сонда қойшы: «Ол қанның баласы ғой. Әйелі аюдың жүрегіне жерік болып, соны шарқ ұрып іздеп жүр екен» дейді. Аю қорқып кетеді да, қойшыны құшақтай алып: «Ойбай, қойшым, онда мен тезірек қашайын. Тек сен мені көргеніңді айтпа» деп қаша жөнеледі. Осы жайды алыстан бақылап тұрған түлкі аю қаша жөнелісімен қойшының қасына жетіп келеді. Түлкі қуланып қойшыға келіп: «Қойшым, мен саған көмектестім. Енді сен уәдеңде тұр. Маған бір бүйрегіңді бересің» дейді. Қойшы қипақтап, жыламсырап, шапанның белбеуін шеше бастайды. Осы кезде 3 күн бойы жөнді тамақ ішпеген, жөнді ұйықтай алмаған қойшының іші шұрылдай бастайды. Бұл шұрылды естіп қалған түлкі құлағын тіге қойып: «Түлкі, о не қыңсылаған?» деп сұрайды. Сол кезде қойшы: «Түне күні бір тазының күшігін жұтып қойып едім. Сол енді үлкен тазы болып, ішімнен шығайын деп қыңсылап жатыр» дейді. Түлкі шошып кетіп: «Ойбай, қойшым, ендеше дос болайық. Тазы шығып кетпесін, мен қашайын» деп алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Түлкіден қулық үйренген қойшы басына түскен ауыртпалықтан осылай құтылады. Қойшы
қойларын айдап жайына кетеді. Ертек осымен аяқталды.